Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін тез әрі оңай жасалынатын хачапуридің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен видеоларыма қолдау ретінде лайк басып, және де каналымды жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Грамм ұнымызға 60 мл сүтімізді құйып, бірінші араластырып аламыз. Ол үшін мен қамыр елейтін миксердің көмегімен иледім. Егер де сіздерде қамыр елейтін миксер болмаса, қолмен елесеңіз болады. Одан кейін ең соңында 10 грамм сары майымды құйып, қамырымды иледім. Қамырымызды салафанға салып, холодильникке бірнеше минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз холодильникте тұрғанша салмасын дайындап алайық. Ол үшін суға қайнатылған картошкамызды алып, сары май, сүтімізді құйып, пюре қылып езіп алдым. Пюрені қатты сұйық емес және де қою емес, жұмсақ қылып істеген жақсы көрем. Сол үшін де мен сары май мен сүтті қолданамын. Одан кейін 100 грамм ірімшігімізді алып, теркамыздың кішкентай бөлігінен өткізіп аламыз. Қамырымызды холодильниктен алып, видеодағыдай дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін ортасына ірімшікті орналастырамыз. Одан кейін үстіне пюремізді қоямыз және де қайтадан ірімшігімізді орналастырамыз. Қамырымыздың шеттерін біріктіріп, ортасына түйістіреміз.
басын түйістіріп алғаннан кейін сәл ғана үстінен басып, оны айналдырып аламыз. Және де видеодағыдай дөңгелек формаға келтіріп жайып аламыз. Қызып тұрған табамызға сары майымызды салып, жан-жағына жағып шығамыз. Хачапуриіміздің бір жағы қызарғанға дейін қуырып аламыз, және де екінші бетіне де сары май жағып, жан-жақтарына жағып шығамыз. Одан кейін айналдырып, екінші жағы қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей хачапуриіміз дайын. Сіздер де міндетті түрде істеп көріңіздер. Өздеріңізге, үйдегілеріңізге де ұнайтынына сенімдімін. Егер де сіздерге бұл видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге сәттілік, келесі видеода кездескенше.